Мен Саттар Есенесов атындағы орта мектебінің 10 сынып білім алушысы Байрақ Мадина. Мен қорғайтын жобаның тақырыбы инновациялық экологиялық бизнес идеялар. Жалпы бізде инновациялық экологиялық бизнес, яғни тұрақты бизнес дегеніміз не? Тұрақты бизнес бұл тек қоршаған ортаны қорғау мақсатында ғана қарастырылмайтын, яғни мемлекетке қаржылық пайда әкелетін бизнес идеялардың жолы. Яғни бүгінде көптеген компаниялар экологиялық жауапкершілікке мән беріп, өз өнімдері мен қызметтерін экологиялық стандарттарға сәйкестендіріп жатыр. Жалпы бізде бұл бизнестердің пайдасы қандай? Бірінші, олар бізде табиғи ресурстарды үнемдеуге үлкен маңызды болып табылады. Яғни біздің Қазақстан ресурстарға өте бай мемлекеттердің қатарында болғандықтан көп жағдайларда табиғи ресурстарды үнемдеу мәселелері туындап жатады. Одан бөлек көміртегін азайту. Яғни ресурстарды өндіру барысында ауаға бөлінетін көміртек санын азайту бұл бізге өте маңызды болып табылады. Сол ішінде қозғайтын негізгі тақырып бар. Ол бізде полигон тақырыбы. Яғни бізде семей полигон деген секілді арнайы полигонда жұмыс істеген. Полигон дегеніміз ол бізде қару-жарақ немесе әскери жаттығуларға тәжірибе жүргізетін арнайы алаң болып табылады. Оның өзі бізде ғылыми зерттеу полигондар, оқу-жаттығу полигондар және зауыттық полигондар деген секілді түрге бөлінеді. Соның ішінде ғылыми зерттеу полигоны бұл бізде әскери жаттығулар мен техникаларға тексеріс жүргізу барысында қолданылады. Бұл жерде бомба жаруға, ракета ұшыруға, атқыш атуға мүмкіндік беріледі. Соның салдарынан ауаға бөлінетін көміртек немесе уран қалдықтары бізде екі басты жануарлардың дүниеге келуіне немесе қандай да бір ауруға ұшыраған балалардың дүниеге келуіне әкеліп жатады. Сондықтан да экологиялық бизнес идеялар ауадағы көміртегін азайтуда маңызды рөл атқарады. Одан бөлек қалдықтарды қайта өңдеу. Зауыттарда өнім өндіру барысында сыртқа арнайы қалдықтарды төгіп тастау немесе қандай бір мәселелер туындайтын болса, қалдықтарды қайта өңдеу үшін экологиялық бизнеске маңызды назар аудару керек. Одан бөлек бізде жасыл технологияларды қолдану. Яғни бізде Экспо 2017 бағдарламасында да осы жасыл технология жайында, яғни жасыл бағдарлама жайында маңызды мәселелер қарастырып өтілген болатын. Сондықтан да экологиялық бизнес идеяларының дәл қазіргі таңда маңызы өте зор. Инновациялық экологиялық бизнес идеялар. Яғни экологиялық бизнес әртүрлі салаларда маңызды дамып келе жатқандықтан, қазір мен сіздерге оның ішінде ең өзекті және болашағы зор экологиялық бизнес идеяларды ұсынамын. Оның бірінші бізде қайта өңдеуге негізделген стартаптар. Яғни қалдықтарды жинап, қайта өңдеумен айналысатын арнайы компанияларды құру, ол жерде пластик, әйнек және қағаздардан жаңа өнімдер жасап шығару. Соның ішінде экологиялық таза қаптама өндірісі, яғни биоодырамайтын сөмкелер немесе қағаздан жасалған заттарды жасап шығару. Одан кейін жаңартылатын энергия көздерін пайдалану, яғни күн және жел энергиясын тұтыну, бұл бізде ауаның ластануын алдын алатын негізгі бизнес идея болып табылады. Одан бөлек күн панельдерін орнату және сату, электромобильдерге арналған қуаттау станцияларын дамыту. Одан бөлек органикалық ауыл шаруашылығы, яғни химиялық тыңайтқыштарды аз қолдану арқылы ауыл өнімдерін өндіріп шығару, яғни ауыл шаруашылығында қандай да бір химиялық қоспаларды қолданбау. Одан бөлек вермикомпост, бұл құрттар арқылы тыңайтқыш жасау және гидропоника, бұл топырақсыз өсіру технологиясы. Жалпы экологиялық стартаптарды қолдану қазіргі таңда көптеген елдерде экологиялық бизнесті дамыту үшін арнайы гранттар мен инвестициялық бағдарламалар қарастырылған. Соның ішінде Қазақстанда да бізде жасыл экономик стратегиясы аясында экологиялық жобаларға қаржылай қолдау көрсетіліп жатыр. Мемлекеттік және халықаралық гранттар, бұлар бізде экологиялық бағдарламаларды бізде қаржыландыру болып табылады. Одан бөлек жасыл технологияларға инвестиция тарту, яғни венчурлық қорлар немесе жеке инвесторларды экологиялық жобаларға тарту. Жалпы бізде экологиялық бизнес табысқа жетудің қандай жолдары бар? Жалпы экологиялық бизнес идеяны сәтті жүзеге асыру үшін бізде мынандай қадамдарды орындау керек. Оның бірінші нарықтық зерттеу. Яғни ашып жатқан бизнеске тұтынушылардың сұранысы мен олардың жалпы болашақта қандай қабілеттілікті қажет ететіндігін алдын ала зерттеу жұмыстарын жүргізу. Одан бөлек инновациялық технологиялар қолдану, яғни экологиялық таза өндіріс әдістеріне баса назар аудару қажет. Әлемдік және қазақстандық табысты экологиялық бизнес идеялар түрлеріне ең бірінші Тесланы келтіруге болады. Бұл жерде Тесла дегеніміз электромобильдер және жасыл энергетика қызметін атқаратын арнайы бағдарлама. Одан бөлек Beyond, яғни өсімдік негізінде ет өндірісі. Одан бөлек Patagonia, бұл бізде экологиялық таза киімдердің өндірісі болып табылады. Ал Recycling Company, бұл бізде қалдықтарды қайта өңдеу қызметін атқарады. Ал EcoBags KZ, бұл жаңа айтып өткендей биоодырамайтын сөмке өндірісі. Жалпы бізде қорытынды ретінде болашаққа көзқарас, экологиялық бизнестің болашағы өте зор.
ол тек қаржылай пайда әкеліп қана қоймай, қоршаған ортаны қорғауға және адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға үлкен мүмкіндік береді. Кез келген адам экологиялық кәсіпкер бола алады. Ең бастысы дұрыс идея мен мақсат.